Менің оқырмандарым, сәлематсыздар ма? Мен сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Көптен бері көріспедік. Мен бүгін дірілдеуік холодец пісірмекшімін. Сиырдың құйқасынан, сиырдың жарты шекесі, оған қоса 1,5 килограмдай ет қостым, тілі бар. Соныменен осыдан дірілдеуік пісіремін. Етті әбден мұқият тазалап жуып, кастрюлеме суымды құйып, бір қайнатып алдым да, алғашқы қайнаған суын төгіп тастадым. Қайтадан етімді шайып, жақсылап тазалап, қайта суық су құйып, 4 сағат қайнаттым. Ақырын басып қойып, көбігін алуды ұмытпаңыздар. Көбігін алу керек. Одан кейін барып тұзын таттып салдым. 2 бас пияз бүтіндей салдым. 3 орташа сәбіз аршып салдым. Қара бұрыш в горошках и душистый перец қостым, лавр жапырағын қостым. Сөйтіп 4 сағат қайнатып алдым. Етінен әбден ажырағанса, 4 сағатта етінен әбден сылынып пісті. Етін сүзіп алдым да, кішкене сәл салқындатып қойдым. Сол уақытта сорпасында тазалап, қайтадан сүзіп алдым. Содан кейін етті майдалап қолмен турадым. Кейбіреулер енді ет тартқыштан өткізіп жатады. Енді менің өзіме қолмен тураған ұнайды. Сондықтан етті бәрін, тілін бәрін қолмен турап, майдалап, осылай дайындап қойған ыдысымыздың астына жаңағы сорпада піскен сәбізімізді әдемілеп турап салдым. Одан кейін зеленый горошекті аздап кішкене қостым. Оливка сүйексіз оливкиді қостым, зеленый. Соныменен етімді салып, аздап сорпадан құйып шықтым, толтырмай. Жартылай ғана еттің бетін жабу керек алғаш құйғанда. Енді зеленнен, укроп пен петрушкадан аздап листиктерін салдым, для украшения әдемі болсын деп. Соныменен жартылай тарелкаға құйып шығып біткенше, алдыңғы құйған тарелкамдағы сорпам уже кішкене қата бастайды. Сонда ана салған овощтарым да, етім де бәрі жылжымайды, жақсы болып тұрды. Сөйтіп барлығын толтыра уже қалған сорпамды құйып, осылай барлық тарелкеге өстіп аздап құйып шықтым. Сорпам пістау деген кезде әбден уже сарымсақты үккіштен өткіздім да, сарымсақты қостым. Сонда ана сорпаға да бәріне жақсы дәм береді. Енді міне сорпамызды бәрін осылай бетіне құйып шықтым. Жақсы әдемі қату үшін аздап құю керек сорпаның шетінен. Сонда бұл өзі жақсы әдемі болып қатып шығады. Бұл енді адам ағзасына өте пайдалы. Әсіресе жасы келген біз сияқты үлкен адамдардың буындарына, суставқа өте пайдасы зор. Денсаулыққа өте пайдасы көп тағам деп есептеймін. Сондықтан осы тағамды пісіріп, жасап, жеп тұрған өте дұрыс. Біздің денсаулығымызға пайдалы. Оның үстіне кейде бір қонақ шақырғанда да дастарханға әдемілеп өстіп, порционны ыдыстарға салып, қатырып, осылай жасап қойса да әдемі сән береді. Денсаулыққа да пайдасы бар. Мен мұны морозильникке салмаймын, тек қана холодильникке қойып қатырамын. Себебі ешқандай желатин мен қолданбаймын. Бұл өзі таза сорпаға піскен етпен жасалынған дірілдеуік. Сондықтан мені уже кешке түнде жатарда холодильникке салып қойған, мені таңертең мені енді ашып көрейік деп жатырмын. Қалай қатты екен, қазір көресіздер, дәмін көреміз. Мен енді бұрында осылай жасап жүрген тамағым ғой, сондықтан мен енді өзім білем, что ол жақсы қататын. Осылай жақсы қатып, мені сорпаның өзі сондай майлы болып шығады да, мүмкіндігінше сорпаның майын қалқып алып алған дұрыс, бірге қатырмай. Себебі ана сорпаның бетіндегі май бірге қатса, кішкене
жегенде ыңғайсыз да, қатқан майды, сорпаның бетіндегі май ыңғайсыз. Ол майдың өзі де өте пайдалы. Оған картошка қуырып жесең де, қуырмаш жасап, макаронменен қуырып жесең де ол өте дәмді тағам. Майы да оны тастамайсың, іске асады. Мен енді міне қазір холодецімді басқа тарелкеге төңкеріп саламын, себебі астына салған овощтарым ол астында қатты. Міне қазір көресіздер енді қалай шыққанын. Міне осылай болып қатып шығады. Міне кесіп дәмін көреміз қазір. Енді мен сіздерден сұрайтыным, егер менің жасаған тағамым ұнап жатса, осы Райгүл апайдың асханасындағы тағамның рецептері ұнап, сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, маған подписка жасап, комментарий жазып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Енді кейбіреулері бұны заливной деп атап жатады. Енді заливной болса да, холодец дірілдеуік болса да, бұл тек таза табиғи жолмен пісірілген тағам. Ешқандай желатин қосылмаған, таза сорпаға піскен дірілдеуік. Сондықтан адам ағзасына өте пайдалы. Осыны жасап көріңіздер. Енді дәмі өте керемет. Сондай тұзы да татыған, бұрышы да, чесногі да, бәрі в меру. Енді әркім өз семьясының татымына қарай жасайды ғой.